Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымызда phoning a friend, досыңа хабарласу. Мұнда екі сурет берілген, яғни Тина мен Джейктің екеуінің сөзін оқып аударамыз. Hello, сәлем. Hey Tina, it's Jake. Тина, бұл Джейк қой. Hi there, how are you? Сәлем, қалай жағдайың? Fine, thanks. Жағдайым жақсы, рахмет. What are you doing at the moment? Сен дәл қазір не істеп жатырсың? I'm sightseeing. Мен қаланың көрнекілік жерлерін қарап жатырмын. I'm at the Brighton Aquarium with Laura. Мен Брайтондағы аквариумды қарап жатырмын. Лаурамен дейді. Really? What are you looking at? Расымен ба? Сен сонда қандай жерлерді көріп жатырсың? Нелер көріп жатырсың дейді. Oh, there are some sharks here. They're really cool. Oh, бұл жерде өте көптеген түрлі акулалар бар екен дейді. Олар өте керемет екен. Әдемі екен деген мағынада. Are you having a good time? Сенде онда өте керемет уақытты өткізіп жатырсың ғой. Солай ғой, я, деп айтып жатыр. Yeah, it's really interesting. Әрине, ол өте керемет, расымен де керемет, өте қызықты болып жатыр. We can meet later if you want. Егер сен қаласаң, кейінірек кездесек болады дейді. Okay, great. Рахмет, олай болса өте керемет. Give me a call. Олай болса маған хабарлас. Sure, әрине. Bye for now. Сау бол, көріскенше, деп жатыр. Окей, бұл жердегі көк сөздер енді жаңа сөздер болып табылады. Hi there деген сәлем. Бұл жерде яғни жауаптағы айтылатын сөз. Fine, thanks дегеніміз керемет, рахмет, өте рахмет, керемет. I'm at the Brighton Aquarium дегеніміз, яғни Брайтон деген қаласындағы аквариум көріп жатырмын деген сияқты. Брайтон қаласындамын деген. It's really interesting. Ол расымен де, really деген расымен де, шынымен де қызықты, interesting. Okay, great. Олай болса өте керемет деген. Sure, әрине. Енді бізде exercise, кезекте exercise. The first exercise, look at the photo. Where is Tina? The first exercise will be, and the second exercise, бұл жерде 1 мен 2-ні бірден орындап кеттік. Бұл жерде бірдегі сұрақтың жауабы Tina is at the Brighton Aquarium дейді. Ал 2-дегі сұрақтың жауабы What's Tina doing? Tina не істеп жатыр? She is looking at sharks. Ол яғни акулаларды қарап жатыр дейді. Мінекей, and next exercise number 3. Бұл жерде де жаңағы диалогты тыңдап, болған соң сұрақтарына жауабын мәтіннен аламыз, диалогтан аламыз. The first, are you having a good time? Yeah, it's really interesting. Екіншісі, give me a call. Sure. The third, it's Jake. Hi there. Төртіншісі, we can meet later if you want. Okay, great. Бесіншісі, what are you doing at the moment? I am at the Brighton Aquarium. How are you? Fine, thanks. Дейді. Окей. Төртте бұнда тек оқылым ғана. Okay, next exercise number 5. Бұл жердегі біз мини-диалог берілген, неге жазылғандай бос орынды толтыруымыз керек. Біріншісі, hello, hi, Sal, it's Ben. Hi there. Екіншісі, what are you doing at the moment? Біріншісінде бізде it's болса, екіншісінде бізде what are you doing болады. Окей. Кеттік арғарай. I'm at the skateboard park with Tom. We are practicing. Really? Үшіншісі. If you want
Үшіншісі are you having a good time? Бұл жерде сонда are you having болады. Are you having? Yeah, it's fun. We can meet later if you want. Төртіншісі if you want. Okay. Бесіншісі give me a call. Яғни give me болады. Sure, bye for now. Яғни бұл өте оңай. Бұны жоғарыдағы диалогқа қарап орындасақ болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.